Михраб KZ ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Тарихта сондай ойып орын алған оқиға. Оны біз мектепте, мысалы, тарих беттерінде оқыған жоқпыз, ол нәрсені. Бізге оқытқан жоқ. Ол нәрсені негізі әрбіріміз білуіміз керек. Себебі қазақтың, мысалы, қазақ болмай жатып, түркі кезінде дінді қабылдаған. Осы исламды қабылдағаннан кейін барып, не істеді? Кейін барып қазақ хандығы құрылды. Оған дейін келген бізге ислам. Қазіргі жаңа араб құлдар деген секілділерге бұл үлкен жауап түсінген адамға да. Себебі біз қазақшылығымызды, еншімізді алмай тұрып бізге дін жеткен. Сол үшін мынау кітапты әрбіріңіз алып оқысаңыздар болады. Қазір неде сол автор бірнеше беріп жіберген екен. Біреуінде 50-ге жуық не бар, дана бар. Сабақтың соңына дейін қатысқандарға береміз деп розыгрыш жасап жүргенсіз ба? Сабақтың соңында сұрақ қоям, сол сұраққа жауап бергендерге берем иншалла кітапты. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля ман урсила бил худа. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. İnşallah biz sizlerмен İmam An-Nahlawi Al-Hanafi rahimahullohtың Ad-Durarul Mubaha fil Hazri wal Ibaha halal мен харамға қатысты кітабын оқуды жалғастырамыз. Біз Al-Akhlaqul Mazmuma қасиетті шариғатымыз жек көрген ақлақтар, мінез-құлықтар, сипаттарда жүрміз. Оның басында не тұр дедік? Күпірлік тұр деп, күпірлік, бидағат деген нәрселерді өттік. Бүгінгі біздегі жаңа мәселе, оның мәселе 9-шысы әт-тәсиу әр-рия, риягершілік, мақтангершілік. Бұл да қасиетті шариғатымыздағы ең жек көрілген, ең жаман қасиеттерден мақтангершілік деген нәрсе. Бұның өзінің түрлері бар. Неге бұны халал мен харам мәселесіне келтіріп отыр? Бұның да өзінің үкімі бар. Бұл харам түрі бар, мәкрух түрі бар, мұстахабта түрі болады кей жағдайларда, кейбір жағдайларға байланысты. Сол үшін де бұл не? Халал мен харам мәселесінде бұны келтірген. Рия дегеніміз не нәрсе? Қасиетті шариғатымыздағы анықтамасы қандай оның? Уахуа ирадату наф'ид дуния би амалил ахира. Ол ахиреттік бір амалменен, яғни құлшылыққа тікелей қатысты бір амалменен дүниелік пайданы көздеу. Ниетте сол нәрсе болу. Дүниелік пайданы көздеу. Ахиреттік бір амалды жасау арқылы, бір құлшылықты жасау арқылы дүниелік мақсатты тұту. Дүниелік бір амалды мақсат тұту, былайша айтқан кезде ниет қылу. Ол не нәрсе? Ол мысалы пәленше ой керемет бір сәжде жасайды екен, мысалы намазға қатысты мысалды айтатын болсақ, пәленше деген керемет рукухта тұрады екен, пәленше керемет нәпілдерін үзбейді екен деген секілді осындай бұл дүниедегі атаққа, сондай бір лақаптарға, керемет лақаптарға қол жеткізу үшін осы ахиреттік амалды не қылу? Пайдалану. Осының дәнекерлігімен, ахиреттік амалдың дәнекерлігімен дүниелік бір істерге қол жеткізу, дүниелік атаққа қол жеткізу. Түсінікті ғой? Рия дегеніміз сол нәрсе. Бұны тікелей неге қатысты? Ниетке, жүрекке қатысты. Вадиддуху, оның антонимі рияның не нәрсе? Әл-ихлас, ықлас. Яғни шынайы бір амалды Алла үшін жасау. Егер де сіз амалды Алладан басқа нәрсе үшін жасасаңыз, осы жерде не істейді? Рияның есігі ашылады. Мақтангершіліктің есігі ашылады. Бүкіл амалдарды біз тек бір Алланың разылығы үшін жасауымыз қажет. Сол үшін де ол деңгейге жету үшін не керек? Ықлас керек. Ықлас өте маңызды нәрсе. Ол не нәрсе? وَهُوَ تَجْرِيدُ قَصْدِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالطَّاعَةِ عَنْ نَفْعِ الدُّنْيَا. Ол бұл дүниелік нәрселерге қол жеткізу деген нәрсені сырып қойып, бір шетке қойып,
тек жаратқан жаппар иемізге құлшылық қылу дейді. Соның разылығын мақсат тұту тек қана. Одан басқа еш нәрсе жоқ. Бір Алланың разылығы деген ғана ниет бар. Сол кезде біз не істейміз? Рияның есіктерін жабамыз. Риядан бойымызды аулақ ұстаймыз. Бұл ықылас адам ғалымдарымыз кез келген пенденің амалы қабыл болу үшін оған екі шарт қояды. Үлкен екі шарт, ең басты, негізгі екі шарт қояды. Біріншісі ол шынайы ықыласты болу оламал. Яғни тек бір Алланың разылығы үшін жасалу. Одан басқа ниет, мақсат тұрмау керек о жерде. Бір мансапқа қол жеткізу, дүниеге қол жеткізу, біреудің бір жүрегінен орын алу деген секілді, соның құзырында, бір адамның құзырында құрметке ие болу деген нәрсенің бәрін бір шетке сырып, тек бір Алланың разылығын мақсат тұту. Біздің кез келген амалымыз қабыл болу үшін, мұсылмандар үшін бұл, иманды жандар үшін. Себебі ең басында тұрған амал қабыл болу үшін иман керек, Алла тағалаға сену керек. Сол үшін де мысалы қазір әлемде басқа дін өкілдері, басқа мысалы дін ұстанатын бар, ұстанбайтын бар, атеистері бар. Мысалы атақты, әйгілі, танымалы әртістер, әншілер қаншама миллион, миллиардтап не істеп жатады, қайырымдылық жасап жатады. Бұл қабыл болу үшін бұндай амал басында иман тұрады. Аллаға деген сенім тұрады. Аллаға деген сенім болмаса, дұрыс болмаса, ешқандай амал қабыл болмайды. Түпай күйсін болады, Алла сақтасын. Енді ол иманды жандарға қатысты ғалымдарымыз осы екі шартты қойған. Ең бірінші жасайтын амалы бұл Алла үшін болуы керек. Екіншісі қасиетті шариғатымыздың шеңберінде орындалуы қажет. Яғни шариғатымызда ол амал бар болуы қажет. Мысалы бір адам бар, өте ықыласты, керемет, ықылас ұрып тұр. Алла үшін десе жанын беруге дайын да. Алла үшін десе жанын беруге дайын. Ал бірақ та жасап жатқан амалы қасиетті шариғатымызға томпақ келеді. Шариғаттың шеңберінде жоқ, өзімен өзі бір басқаша ерекше бөтен амал жасап жатыр да. Бұл адамның амалы қанша ықыласы ұрып тұрса да қабыл болмайды. Ғалымдарымыз осындай шарт қойған. Енді бір екінші адам бар, оның амалы тура нақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көрсетіп кеткендей орындалады да. Сахабалар қандай амал жасаса сондай амал жасайды, бірақ ода ниеті дұрыс емес. Ниеті бұзық. Ол сол амалды жасау арқылы халықтың, адамның, жамағаттың арасында өзіне бір жоғары мәртебелі көрсету үшін жасау мүмкін. Солардың арасында өзін бір жақсы пәленше осындай деп айтсын деген секілді ниетпен, мақсатпен жасауы мүмкін. Бұл адамның да амалы қабыл емес, Алла сақтасын. Неге? Себебі бір шарт жоқ. Яғни біздің кез келген амалымыз қабыл болу үшін осы екі шарт керек. Біріншісі, негізгісі Алланың разылығы, екіншісі қасиетті шариғатымыздың шеңберінде орындалу. Сол кезде бұл бір бүтін болады да, Аллаху субханаху ва тағала иншаалла қабыл қылады бұл амалыңызды. Иншаалла қабыл қылады. Абу Хурайрадан жеткен хадисте білесіздер, имам Муслимнің хадистер жинағында қияметтегі үш адамның ахуалы, жағдайы жайын нестеп баяндап келеді. Құдси хадисте. Ертең қияметте үш кісіні Алла тағала алдырып есеп қисап қылады. Біріншісі кім? Шахид. Алла жолында қаза болған адам. Екіншісі білім иесі, Құран жаттаған адам. Үшіншісі жомарт жан. Алланың берген нәрсесін не істеген? Бергенінен садақа еткен, зекет еткен, басқаларға өзінен өзгеге пайдасы тиген. Алланың берген нәрсесін бөлісе білген адам басқаменен, Құдайдың берген нәрсесін. Осы үш адамды алдыртып, бірінші шахидті алып есеп қисап қылады. Сен не істедің мен үшін деген кезде не дейді? Я Аллахым, мен сенің жолыңда қаншама соғыстарға қатыстым, қаншама елдерді фатх қылдым, мынандай қылдым, андай қылдым, мұндай қылдым деп не істейді Алланың алдында? Бұл дүниеде жасаған амалдарын айтады. Сол кезде Алла тағала не дейді? Жоқ дейді. Сен менің разылығым үшін жасаған жоқсың бұл нәрсені. Сен пәленше ертең артында қалғандар
майданда шахид болып өлді, бұл шахид деген атаққа лайық болды деген сол атақ үшін сен шайқастың дейді. Сол атақ үшін шайқастың, сол үшін сенің бұл дүниедегі амалдарың күйді деп не істейді? Періштелерге әмір береді. Бұны тозаққа тастаңдар деп аяғынан сүйреп тозаққа етбетімен лақтырады. Екінші адам дәл сондай Құран жаттаған адам. Қараңызшы. Аллаху субханаху ва тағаланың қасиетті кәләмі 600 бетті көзінің майын ағызып тұрып жаттаған адам. 600 бет. 600 бетті негізі жаттау оңай емес. Негізі қариларға оңай емес. 2 жыл, 3 жыл бір бұрышта отырып 600 бет Құран жаттау, 600 бет бір нәрсені жаттау, ол әрбір адамның қолынан келетін шаруа емес. Нағыз жігіт өзінің несінде тұра алады, өзіне бекем адамның қолынан келетін шаруа бұл. Егер жеңіл болса, оңай болса, осы жерде отырған әрбіріміз неге қари болып кетпедік? Неге қари болып кетпедік? Неге сол 600 бетті жаттап алмадық? 6 бетті жаттай алмаймыз ғой бір отырған кезде. 6 бетті жаттай алмаймыз. 6 бетті жаттасақ, біреу сұраса, әр бетінен 6 қате табуы мүмкін да. Ал бірақ олар соны мүдірмей, бір сөзін өзгертпей, бір әріпін өзгертпей, мысалы Құран жарыстарға қатысқан кезде не істейді? Айтып береді, соны оқып береді жаттаған нәрсесін. Бұл оңай нәрсе емес, оңай шаруа емес. Ердің ері жасайды бұл нәрсені. Ал сол көз майын тамызып Құран жаттаған адам ертең Алла тағала не істейді? Есепке алған кезде, мына хадисте, Абу Хурайрада келген хадисте, осы қарыны Құран жаттаған адамды не істейді? Ей пәленше, сен не істедің деген кезде, мен сенің разылығың үшін көзімнің майын тамызып, я Аллахым, сенің кәләміңді жаттадым, соны өзгелерге үйреттім, жаттатқыздым, сенің жолыңда осындай қызмет қылдым деген кезде Аллах тағала кәзип та сен де жалған айтып жатсың дейді. Сен пәленше қари екен десін деп, пәленше осынша бетті жаттап аптым, бұл жігіт өте мықты жігіт екен деген секілді атаққа ие болу үшін ғана жаттадың дейді. Менің разылығым жоқ ол жерде. Сол үшін бұны да не істеңдер дейді, періштелерге әмір береді, тозаққа лақтырыңдар деп. Бұның да аяғынан сүйреп періштелер етбетімен тозаққа лақтырады. Дәл солай үшінші адам, жомарт жан, үшіншісін алдыртады. Алла тағала оған бергеніне берекесімен берген. Мал дүние берген. Мал дүниесінен ол өзі жапалақ құсап астына тығып басып жемеген да, қыран құсап шашып жеген. Ал бірақ та бұның да ниетінде Алланың разылығы деген нәрсе болмаған да. Пәленше жомарт екен, пәленше осындай кісі екен, қолы ашық екен деп айтсын деген мақсатта не істеген? Ол Алланың бергенінен басқаларға бөліп берген. Бұны да Аллах тағала сұраған кезде мен үшін не істедің деп, я Аллахым, мен сенің жолыңда сенің берген нәрселерінен инфақ қылдым, садақа қылдым, зекет еттім деген кезде, жоқ дейді, сен де жалған айтып жатсың дейді. Сен де алдыңғылар секілді, өзіңнен қазіргі алдыңғылар секілді, менің разылығым болған жоқ, пәленше жомарт екен деп айтсын деп мақтангершілік қылу үшін жасадым бұл амалдарды дейді. Сол үшін бұны да тозаққа тастаңдар деп, бұның да аяғынан періштелер не істеп сүйреп тозаққа етбетімен лақтырады. Осындай хадис бар, имам Муслимде келген. Қараңыздар, қаншама амал қылған, қаншама біріншісі Алланың жолында шайқасқан, жанын берген сол жерде. Екіншісі көз майын тамызып Құран жаттаған. Үшіншісі қолындағы Құдайдың бергенінен біреуге бөліп берген да. Бұл да оңай емес. Саған тиесілі нәрсені біреуге бөліп беру, жаныңнан алып беру, бұл да оңай емес. Қолымыздағы 1000 теңгенің 500 теңгесін біз біреуге бөліп бере алмаймыз ғой. Біреуге бөліп бере алмаймыз. Сол үшін де мысалы сахабаларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не үшін мақтайды? Сендердің ешбірін менің сахабаларымды сөкпеңдер деп не үшін айтады? Сендер олардың қанша сендер Ухуд тауындай садақа етсеңдер де олардың қолындағы алтындай бір уыс алтын садақа еткен нәрсесіне татымайды сендердің таудай алтын садақа еткендерің дейді. Неге? Себебі олардың сахабалардың ықылас ниеттері тек қана бір Алланың разылығы деген нәрсе болған оларда. Бір Алланың разылығы деген нәрсе болған.
Сол үшін де олар қолындағы барын бере салған. Мысалы Абдуррахман ибн Ауф білесіздер, үлкен сахаба. Аллах тағала дүниесіне береке бергендігі соншалықты 700-ге жуық түйеменен сауда қылғанда бұл кісі 700 түйеменен керуен айдап басқа елге сауда саттық жасауға 700 керуен болып барып 700 түйе болып барып 700 түйе болып қайтатын болған. Бұлайша қазіргі тілмен айтқанда 700 вагон затты елден экспорттап еліне қайтадан алып келген ғой, қазіргі тілмен салыстырып айтатын болсаңыз. Қандай дүниесі болған, қараңыздар. Абдурахман ибн Ауфтың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Айша радиаллаху анхудан айтқан сөзін, бір сөзін естиді да, Абдурахман ибн Ауф осы беріп жатқан, Алла оған берген дүниесінен, мал мүлкінен бөліп беріп жатқан садақасы үшін, қабыл болғандығы үшін жәннатқа еңбектеп кіреді деген сөзін естіп, Айша анамызға келіп, шын мәнісінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осылай айтты ма деген кезде, иә деген кезде, мен онда жәннатқа тұрып кіргім келеді, екі аяғыммен тік тұрып кіргім келеді деп, 700 түйе керуенін Алла жолында не істейді? Садақа етіп жібереді. Қараңыз. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сендер менің сахабаларымның алақанындай берген алтынына сендердің Ухуд тауындай берген садақаларын татымайды дейді. Біз берсек бір нәрсе тұрады. Түбінде, ішімізде, жүрегіміздің түбінде бір нәрсе тұрады. Жоқ дегенде біреуге көрсетіп, кішкене бір мақтанкершілік болса, сол нәрсе не істейді? Бізге бір тыныштық береді да. Тыныштық береді. Ал егер ешкім көрмей қалса ол нәрсені, не істейді? Іштей жүрегіміз бір тыныштық таппай тұрады ғой. Кеше ана жерде беруім керек бет, көпшіліктің алдында беруім керек бет деген ой тұрады мына жерімізде. Сол үшін біздің бергеніміз олардың бергеніне татымайды. Олар шынайы Алла үшін беретін болған. Сол үшін бұл ықылас деген нәрсе өте маңызды. Біздің әрбір амалымыздың қабыл болуы үшін және әрбір артық жасаған амалдарымыз, нәпілдеріміздің сауаптары еселену үшін ықылас көп нәрсе шешеді. Ықыласымыз, ниетіміз. Аллах тағала Құранда «Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуд-дин». Олар тек қана Алла тағалаға ықыласты халде құлшылық қылу үшін бұйырылды деген Құранда аят бар. Бұл аятқа қарап ғалымдарымыз ықылас әрбір амалда міндет, уәжіп дейді. Әрбір амалда ықылас, шынайы Алла үшін ниет деген нәрсе уәжіп болады дейді. وَقَدْ يُطْلَقُ الرِّيَاءُ عَلَى حُبِّ الْمَنْزِلَةِ وَقَصْدِهَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ بِأَعْمَالِ الدُّنْيَا. Бұл дүние амалдарын орындау арқылы, ахирет амалдарын орындау арқылы бір адамның көңілінде қалу деген ниет тұрса, бір адамның бір жүрегінен кішкене орын алайын деген сияқты ниет тұрса, бұл да рия болып есептеледі дейді. Бұл да бір рия болып есептеледі. Бұл көбіне бізде біреуге жасайтын жақсылығында кездеседі. Біреуге жақсылық жасау арқылы соның бір жақынның көңілінен шыққың кеп тұрады. Бір кісіге, мысалы, күнің түсіп тұр, күнің қарап тұр, бастық деп айтайық мысалы. Оған барып жағымпаздану үшін не істейді? Баласының асты үстіне түседі. Бұл да рия. Бұлай жасауға болмайды. Бұл да не? Рия. Мынаған жақсы амал жасау арқылы ол әлгі кісінің, оның арғы шетінде тұрған адамның көңілінен шығу деген нәрсе тұр да. Соның жүрегінен бір орын алу деген нәрсе тұр. Сол үшін бұл мынау біреуге барып жағымпаздану, бұның барлығы рияның бір түрі. Алла сақтасын. Сол үшін кім болса да о болсын, жағымпаздық деген нәрседен не істеуіміз керек? Тоқтауымыз керек, үзілуіміз керек. Бұл рияның азабы оңай емес. Рияның азабы. Рияны ғалымдарымыз жасырын Аллаға серік қосудың түріне кіргізген. Қазір келеміз, мына жерде ғалымдарымыз айтады рия жайлы. فَيُرَائِي الْعَبْدُ بِبَدَنِهِ وَبِزَيِّهِ وَبِقَوْلِهِ وَبِعَمَلِهِ وَبِغَيْرِهِ дейді. Адамдар денесіменен рия жасайды. Және сол көркемдік әшекейлеріменен рия жасайды. Сөзіменен рия жасайды. Амалыменен рия жасайды.
және басқа да сондай істерменен не істейді? Рия жасайды. Құлшылық жасау денеменен не? Құлшылық қылу, денемен амал қылу. Бұл рия болып есептеледі, егерде ол жерде сіздің Алладан басқа нәрсе тұрса. Уахаза рияу ахли дуния, жаңағыдай біреуге жағымпаздану деген секілді нәрсе тұрса, құлшылыққа қатысты болмаса, дүние істерінде бір адам сөйлеген сөзінде мақтангершілік қылып тұрса, үстіндегі киімінде мақтангершілік қылып тұрса, басқа бір дүнияви амалдарменен мақтангершілік қылып тұрса, бұл рияу ахли дуния, бұл дүниенің риякері деп аталады дейді. Ал егерде пенде құлшылығында рия жасайтын болса, мақтангершілік қылатын болса, құлшылығыменен мақтанатын болса, онда бұл пенде не істейді? Ахиреттік амалыменен осы дүниедегі бір нәрсеге қол жеткізгендігі үшін бұл рияу ахли дин, дінде рия жасаған адам болып есептеледі дейді. Бұл құлшылыққа қатысты көп рия жасайтын рияның түрлері, Алла сақтасын, өте көп. Бір намаздың өзі жетеді бізге. Бір намаздың өзі жетеді. Қазір Аллаға шүкір қажылық умра деген не болып тұр? Жеңіл болып тұр. Көп адамдар барып келіп жатыр. Бірақ көбісінің, енді бір Алла біледі, жүрегін ашып қарамаймыз ғой, бірақ сыртқы амалдарына, іс-әрекетіне қарасаң, мақтангершілік жетеді. Мына телефон деген зат бәле болды ғой бір бізге ше, мұсылмандарға. Енді пайдасы бар, пайдасымен бірге зияны да бар да оның. Осы риягершілікке көп итермелейтін қазір жастарды, қолында телефоны бар адамдар, осы телефоны барлар. Қандай амал жасаса не істейді? Телефонға түсіреді, отчет жібереді. Телефонға түсіреді, парақшасына салады. Егер бұның артында ниет өзгелер ғибрат алсын деген нәрсе тұрса, онда проблема жоқ, шешіледі проблема. Рия жоқ. Ал егерде жоқ, мені көрсін осындай жасап жатқанымды, мен осындай деп айтсын, мынау осындай екен, мынандай қайырымды шараларға араласады екен, қатысады екен деген ниет тұрса, бұл адамның Алла сақтасын амалы күйді бітті. Бізде қазір бүкіл нәрсе мешіттің ішінде жүрік, сыртында жүрік, құлшылық қылайық, бәрін түсіріп қазір жеке парақшамызға сала береміз. Бірақ нәрсе қап тұр бізде. Бұл нәрседе рия қылмаған. Сәждеде жатып селфи жасау ғана қап тұр. Соны жасамадық, қалған бәрін жасадық. Соны ғана жасамадық, қалғанын бәрін жасадық. Егер Алла сақтасын намазда бір амал рұқсат етіледі десе, может, оны да жасайтын бедік та? Мүмкін. Егер намазда бір амал, артық амал жасасаң, намазың бұзылмайды деген пәтуа шықса, бұны да жасауымыз мүмкін, Алла сақтасын. Бұның барлығы біздің амалымыз, құлшылығымыздың несін, сауабын азайтып кемітпесе, арттырмайды. Бұл рия деген нәрсе сондай нәрсе да, шіріген жаңғақ секілді, білесіздер ма? Тал жаңғақ, ағаштағы жаңғақты айтып жатырмын, жер жаңғақ емес. Біз жақта жер жаңғақ деп қояды, тал жаңғақ деп бөлінеді. Талға шығатын сырты қатты жаңғақ бар ғой. Сырты қатты, әдемі жылтыр болып тұрады да, ішін ашсаңыз түк жоқ ішінде. Сырты шірімейді оның. Сырты шірімейді жаңғақтың. Бірақ ішінде шіріген кезде, ішіндегі шірігінен еш нәрсе қылмайды да. Ішін ашсаңыз кәуек. Бұл рия араласқан амалымыз біздің ертең қияметте осы жаңғақ сияқты шығады алдымыздан. Амалымыз қияметте ашылған кезде ішінен еш нәрсе шықпайды, қабыл болған. Бұл рия деген нәрсе қараңғы түнде, қараңғы тастың үстінде жорғалап кетіп бара жатқан қара құмырсқа сияқты біз байқамаймыз өзіміз. Мән бермейміз, байқамай қаламыз. Қалай жүрегімізге кіріп кеткендігін сезбей қаламыз. Сол үшін бұдан біз не болуымыз керек? Сақ болуымыз қажет. Бұл рия біздің бүкіл амалымызды жаңғақтың ішіндегі немесе алманың ішін жеген құрт секілді амалдарымызды іштей жейді. Амалдарымызды іштей жейді, құртады. Сырты жылтырап тұра береді. Сыртынан қарасаң жылтырақ, ішін ашып қарасаң түк жоқ. Кәуек, бос нәрсе.
Рия сондай амал. وإن كان إعلام الغير باعثا على مجرد الإظهار للاقتداء дейді мына. Жаңағы айтқан нәрсені айтып жатыр имам Нахлауи рахмаулла. Егер де сенің жасаған амалыңды басқа біреулер ғибрат алсын, оларда орындасын деген секілді ниет тұрып, солай көрсетіп ашып жасасаң, онда проблема жоқ дейді. Егер ниет сондай болса анық, онда проблема жоқ. Және сол секілді басқа да ол жерде бір жақсы ниеттер тұратын болса дейді. Басқаларға жігер берсін деген секілді сондай бір ниеттер тұратын болса, онда бұндай ниетпен ашып жасаған, көпшіліктің алдында жасаған амалға не рия араласпайды. Рия араласпайды. Ла аля нафсил амали фалайса бирия дейді. Жаңа амалдың өзіменен, яғни мақтану емес дейді ол. Амалдың өзіменен мақтанбаса, онда бұл амал рия болып есептелмейді. Ва махма лам якун вужуду ибадати ка адамиха лам якун халиян ан шаубин хафиин мин ар-рия дейді. Сен бұл амалды қанша мысалы көрсетпей жоқ секілді, жоқ амал сияқты қылып ешкімге көрсетпей жасасаң да, бұған бір рияның шаңның тозаңындай болса да рия араласпай қоймайды негізі дейді амалға. Себебі жүрек тұрақсыз нәрсе. Жүрек тұрақсыз жаратылыс, ойнамалы жаратылыс. Әп сәтте, қасқағым сәтте қылп етіп жүрек өзгеріп кетуі мүмкін да. Сол үшін сен қандай амалды жасырын тығылып жасасаң да, шаңның тозаңындай ол нәрседе не рия араласып кету қаупі бар. مهما أدركت النفس تفرقة بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء فليكن العبد على حذر من التلبيس عليه في أحواله وأعماله. Егер де бір пенде өзін байқап қарайтын болса дейді да, құлшылық жасап жатқан кезде, адамның алдында құлшылық жасап жатқан кездегі жағдайыменен бір хайуанның алдындағы құлшылық жасап жатқан кездегі жағдайы екеуі екі түрлі болатын болса, ахуалы, жүрегі екі түрлі жағдайда болатын болса, адамның алдында тұрған кезде бөлек кереметтей қылып құлшылық жасап тұр, ал бір хайуанның алдында тұрған кезде не қалай болса солай жасап жатыр да. Себебі не, ол айтамайды оны ертең. Пәленше ой бұлай жасайды екен деген секілді. Осындай екеуінің алдында жасаған екі амалың, екі түрлі жағдай, жүрегің сол амалдарда екеуі екі түрлі болса, онда сенің жүрегіңде рияның бір түрі бар дейді. Жүрегіңе не кірген? Рия кірген. Бірде бір кісі мешітте неғылған ғой, намаз оқыған. Ешкім жоқ. Сөйтіп есікті біреу қиық етіп ашыпты да. Есікті қиық етіп ашыпты. Бұны имам Ғазали қателеспесем өзінің ихиясында келтіреді. Ит үшін кеткен құлшылығым-ай деген. Сөйтеді да рукухты енді тұрады ғой, сағаттап, жарты сағат рукухта тұрады. Есікті біреу ашып кірді ғой. Есік артында көрген жоқ кімнің кіргенін. Сәждеге барады, сәждеде тұрады сағаттап. Кейін сәлем беріп болғаннан кейін артына қараса бір ит кіріп кеткен екен. Ит үшін кеткен құлшылығым-ай дейді. Осындай адамның ахуалы, жағдайы өзгеретін болса, жеке қалған кезде, көптің алдында болған кезде, бұл пенденің жүрегінде не бар? Рия бар. Бұл пенденің жүрегінде рия бар. Бұл нәрседен біз не болуымыз керек? Аулақ болуымыз қажет. فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. Нақид, өз-өзін сөгуші, өз-өзін үнемі айыптап жүретін адам, сол көкірегі, көз ашық көкірегі ояу адам дейді да. Ол кішкентайды да, үлкенді де барлығын аңғаратын адам дейді. Сол үшін біз не үнемі өз-өзіміз сөгіп жүруіміз керек. Ма амалымызға рия араласып кетпеді ма деген бізде үнемі сұрақ тұру керек. Сол кезде біз не бұл риядан қашамыз. وَعَلَمْ أَنَّ الرِّيَاءَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا لَا يَحْرُمْ إِنْ خَلَى عَنِ التَّلْبِيسِ وَالتَّزْوِيرِ وَلَمْ يَتَوَسَّلْ بِهِ إِلَى الْمَنْهِيِ عَنْهُ وَعَلَمْ أَنَّ الرِّيَاءَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا لَا يَحْرُمْ إِنْ خَلَى عَنِ التَّلْبِيسِ وَالتَّزْوِيرِ. Егер де бір жаңағыдай амалыңызбен біреуді алдау, арбау деген нәрсе тұрмаса,
амалыңызбен, дүниелік амалмен, құлшылыққа қатысы жоқ, дүниелік амалыңызбен біреуді алдау, арбау деген нәрсе тұрмаса, мысалы киім киіп кереметтей мақтану, бұл нәрседе негізі қатты проблема емес дейді да. Киім киіп мысалы, сыртқы киіпте құлшылық жоқ бұл жерде. Бірақ ода біреуді алдау, арбау тұрмасын. Онда бұл амалда не жоқ, проблема жоқ. Бұл рия, дүнияви рия. Бұл харам емес. Бұл дүнияви рия харам емес. Дүнияви рия. Ал дүнияви рияда ол жерде біреуді алдау, арбау деген нәрсе және қасиетті шариғат тыйым салған нәрсе араласатын болса, не болады? Харамға қарай кетеді. Харамға қарай кетеді. Уамма рияу бил ибада. Ал енді ғибадатпен, құлшылықпен рия қылуға келетін болсақ, үкіміне фахарамун куллуху иджмаан. Бүкіл ғалымдардың шешімі бойынша барлығы қандай түрі болсын, ғибадатқа қатысты болса болды, мақтанкершілік. Бұл харам. Харам. Бәл ин кана фи асли ибада, ай каман юсалли фарда инда нас ва ла юсалли фил халва фа куфрун инда ба'д. Енді тіпті дейді, негізгі құлшылықта, яғни парыз құлшылықтарда болса дейді, ол оны көпшілік адамдардың алдында орындап, жеке қалған кезде орындамайтын болса, намаз мысалы. Парыз намаздар, нәпіл сүннетті айтып жатқан жоқпын. Парыз намаздарды, тіпті кейбір ғалымдарымыз парыз намаздарды адамдардың алдында орындап, жеке қалған кезде орындамайтын болса, кейбір ғалымдарымыз бұны тіпті харам емес, не деген? Күфір деген. Бұл күпірлік деген. Неге? Себебі ол Алла Құдайдан басқа нәрсеге құлшылық қылып тұр. Оны Татархания деген, Әл-Фатауа Татархания деген кітап бар, сода айтады. Уафил Янаби шархил Қудури, имам Қудуридің Мұхтасар Қудурина жазылған Янаби деген шарх кітаптарда келеді. Не келеді? Қола Ибрахим ибн Юсуф деген кісі ғалым айтқан. Лау саллал инсану рияан фала ажру алейхи уизр. Егер де адам баласы рия қылып намаз жасайтын болса, оқитын болса, құлшылық қылса, ол не болады? Оның сауабы болмайды. Ол керісінше күнә болады. Ва қала баъдул улама юкфару ли ибадатихи гайриллахи та'ала. Алла тағаладан басқа нәрсеге ғибадат қылған үшін күпірлік болады дейді. Яғни ол Алла үшін орындаған жоқ та, оны адамдар үшін орындады. Осылай адамдар үйіне біреу келген кезде парыз намазын оқып, ол кетсе оқымай қою, ол сол келген адам үшін оқыды. Сол келген адам үшін оқыды. Ал енді жалқаулық болса, ол бөлек мәселе. Жалқаулық. Жалқаулық ол бөлек мәселе. Жалқаулық болса, ол не? Күпірлік болмайды. Жалқаулық болса. Бұл күнә болады, керісінше күнә болады. Имам Самарқанди мысалы, ва мимман қала би куфрихи Абу-Лайс ас-Самарқанди. Бұл сөзді айтқандардың ішінде Абу-Лайс ас-Самарқанди деген біздің Самарқандтан шыққан үлкен ғалым кісі бар. Өзінің Танбихул Ғафилин деген кітабын айтқан. Ва агhlазу фихи хайсу жа'алаху мунафиқан тамман фи ад-даркил асфали минан нар дейді. Ал енді ғалымдарымыз бұны, бұндай адамды, Алла сақтасын, ең жаман нәрсе мунафиқ деп айтқан дейді. Аллах Тағала Құранда сипаттаған мунафиқтар секілді. Фи ад-даркил асфали жаханнам, жаханнамдағы ең тозақтың түбіне түсетін қауым мунафиқтар секілді болады дейді бұндай адам, Алла сақтасын. Көпшіліктің алдында парызды орындайды, жеке қалған кезде орындамайды. Наам, инзада фи тахсинихи. Кешіресіздер, бір фақыры түсіп кетті, не, абзац. Уамма лау арада лаху залика фи аснаиха фахуа лаху. Егер де бұл жаңағы намазға дейін пайда болды ғой, бұда ниет. Ал енді намаздың ішінде пайда болатын болса, парыз намазының ішінде пайда болатын болса, бұл парыз намаздарда бұл есептелмейді дейді. Парыз намаздарда. Бірақ бұл адамға сауап болмайды. Неге? Мойнынан парыз ғана түседі. Бұл адам парыз намазының ішінде бір нәрсе келіп қалса, жүрегіне бір рия келіп қалса, парыз намазына дейін емес, парыз намазының ішінде бір рия келіп қалса, жүрегіне бір мақтанкершілік келіп қалса, жаңағы бір ит кірген секілді біреу кіріп қалды артынан, сол кезде оның ниеті өзгеріп кетсе,
бұл адамға еш нәрсе етпейді. Бұл рия жасағандығы үшін харам болады. Бұның амалы күймейді дейді да, бұл күфір болмайды дейді да, күфір болмайды. Амалы күймейді, күфір болмайды, бірақ та сауабы да болмайды оның. Мойнынан парызы түседі тек қана. Мойнынан парызы түседі. Жамағатпен оқып жатса, жамағатының сауабы берілмейді. Жамағатының сауабы берілмейді. Енді фиман науал хаджа ва тижара. Осыменен соңғы мәселе болсын, осымен тәмамдайық. Қажылықпен сауданы бірге ниет қылған адамның үкімі. Қажылықпен сауданы ниет қылған. Қажылыққа адам үш түрлі мақсатта барады. Умра болсын, үлкен қажылық болсын, кіші қажылық болсын, үш түрлі мақсатта барады адам. Біріншісі құлшылық үшін барады. Құлшылық үшін барады. Екіншісі сауда үшін барады. Үшіншісі қылмыс үшін барады біреулер. Ұрлық үшін деген секілді. Ол жерде де ұрланады заттар. Ол жерде де біз секілді сіз етпен терден тұратын пенделер барлығы. Қағбаны барып айналып жүргендердің барлығы періште емес. Періште емес. Сол үшін осындай мақсаттармен барады ол жерге. Біреулер құлшылық үшін барады, біреулер сауда үшін барады, біреулер не қылмыс жасау үшін, солай ұрлық жасау үшін барады. Сол үшін де мысалы барып заттарыңыз жоғалып жатса, ертең мына жерге келіп те осындай амал жасайма деп таңғамаңыздар. Бұл пенде болғаннан кейін пенденің бойында түрлі қасиет болады. Түрлі жүрегінде ниеттер болады. Мән науал хаджа ва тижарата ла сауаба лаху ин канат нияту тижара ғалибатан ау мусауиятан. Бұл керек нәрсе мынау. Себебі қазір енді бізде сол нәрсе көбейіп жатыр. Қажылыққа баратындар келе жатып өзімен бірге дорба зат алып келіп сатады. Қазір көбейіп жатыр осы нәрсе. Барып бір нәрсе алып келеді да, жаңағы кішкене шығыным шықсын деген секілді. Енді кім қажылықпен сауданы бірге ниет қылатын болса, ин канат нияту тижара ғалибатан ау мусауиятан ла сауаба лаху. Бір адам қажылықпен сауданы ниет қылып, ниеті оның сауда жасау ниеті басым түссе, немесе тең болса, бұндай жағдайда бұл адамға сауап болмайды дейді. Қажылықтың сауабын алмайды. Басым болса саудасының ниеті, немесе тең түссе бұл ixtiyat тұрғысынан. Ал егер де оның Алла үшін деген ниеті басым тұрса, саудасы екінші орында болса, бұндай жағдайда не? Иншалла Алладан сауап беріледі деп үміт қыламыз. Оның өзінде ол не? Сұрақ белгі. Дәл солай, «Иза са'a ли иқаматил джумуа ва хаваиджа лаху фил Миср». Бір адам ауыл жерде тұрады, қалаға жұма оқуға келеді жұма күнінде. Немесе мешітке бара жатып, сол мешіттің төңірегінде бір шаруасын бітіріп кетейін деп, жұма намазымен бірге екінші бір ниет қосылады қасына. Сол мешіт, мысалы, мына төңіректе тұрып, анау орталық мешіт жақта бір шаруа шығып қалады да, біз Бостандық ауданында тұрмыз қазір, дұрыс па? Ертең мысалы күн жұма. Орталық мешіт жақта бір шаруа шығып тұрады да, мен орталық мешітте жұма оқиын, әрі ана шаруаны бітіріп кетейін деген ниет, екі ниет бар. Жұмада сақ болу керек. Бұл әрбірімізге қатысты. Жұма оқитын әрбір адамға қатысты. Екі ниет тұрады. Бұндай жағдайда да егер де екеуі жаңағыдай жұма оқимын деген ниетіне қарағанда жаңағы бір шаруаны бітіріп кету деген ниеті басым тұрса, немесе тең түссе, бұл адамға да сауап болмайды. Себебі фасау иля зикрилла, жұма күні жұмаға қарай ұмтылу, жұмаға қарай не қылу, ұмтылыс жасау бұл міндет. Басқа о жерде ниет болмау керек. Сол үшін де үйден шықтық па, тек қана жұманы ниет қылып шығуымыз керек. Басқа шаруаларды жұмадан шыққаннан кейін не істейміз? Реттей береміз. Жұмаға дейін біз тек жұмамен болуымыз қажет. Бұл өте маңызды нәрсе. Мына тұсы өте маңызды. Себебі көп жағдай кездеседі бізде. Әсіресе мынандай үлкен қалада бұл проблема негізі. Үлкен қалада. Себебі арғы баста біреу шақырады,
жұманың уақытысы келе жатыр. Сол кезде ниетті туралауымыз керек. Мен мешітке келдім. Бірінші мақсат менде мешіт, жұма оқу деген нәрсе тұру керек. Ал жоқ, пәленше шақырып жатыр, сол жаққа барайын, ана төмен жаққа. Сөйтіп жол жөнекей жұмаға кіріп кете салам деген нәрсе болмайды. Бірінші жұмаға барып, жұманы өтеп, содан кейін деп екінші орынға қою керек. Ол жақтағы проблеманы. Сол кезде бұл не болады? Дұрыс болады. Құрметті жамағат, осындай. Иншалла осымен шектелсек, келесі жолы Алла бұйыртса басқа мәселелерді, үміт мәселесін талқылайтын боламыз. Тәкаппарлық, үміт мәселесі. Аллах тағала осы естіп білгенімізге амал қылып, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin би рахматика я архамар рахим. Қараңыздар, мен енді осы кезге дейін өткен сабақтардан 5 сұрақ қоям. Соған жауап бергендер кітап алады иншалла. Күпірліктің түрлерін айтқан болатын, білесіздер ме? Сабақтың басында болғандар біледі оны. 3 түрлі күпірліктің түрі бар деген. Қандай күпірліктің түрлері бар? Кім айтады? Ислам. Болады. Бірінші күпірлік жахилия. Иә. Екінші күпірлік изоляция. Аха. Үшінші хукмия. Хукмия. Дұрыс. Молодец. Машалла. Аллаху акбар. Қазақша енді оқи аласың ба мынаны? Үйде келінге аудартып аласың. Екінші сұрақ. Мен басқа жақтан айтып жатқан жоқпын, әдейі. Осы сабаққа қатысты сұрақтар. Естеріңізде болса, адам өзін жаңағы өзгені мақтау үшін 5 шарт қойылған болатын қасиетті шариғатымыз. Сол 5 шарт рұқсат етілсе, табылса бір адамның бойында, оны мақтауға болады деген. Соның екеуін айтып бере алады ма? Кім айтып бере алады екеуін? 2 шарт. Кім айтып бере алады? Сен болдың ғой. Ау? Біреуді мақтау үшін 5 шарт болу керек та, рұқсат етіледі. Қасиетті шариғатымыз біреуді мақтауға рұқсат етеді. Бірақ 5 шарт болу керек. Сол 5 шарт табылмайынша болмайды. Біріншісі не дедік? Ата сізде бар едіңіз? Жоқ, ондай емес. Дүниесіне қол жеткізбеу. Ода бір сенің мүддең тұрмау, біріншісі. Тағы біреуін айт, бір кітап бұйырайын деп тұр. Ау? Жоқ. Бұл екіншісі қалды. Біріншісі оның қолында сен үшін бір мүдделі нәрсе болмау керек. Иә, сондай адамды мақтауға болады. Ол енді ондай сен біреудің қолында бір мүдде болып тұрса, оны мақтасаң, сен сол мүдде үшін мақтаған секілді боласың да. Ол сол нәрсеге қол жеткізу жатыр оның артында. Екінші, арабша айтайын. Алла якуна ли нафсихи. Жоқ, нафсихи деген бұл жерде өзі деп тұр. Мақтау кім үшін болу керек? Өз үшін болмау керек. Өз мақтаған адам енді кетті ғой ол. Бұл біреуді мақтап тұр ғой. Подсказкамен өйтіп жеттің бір кітапқа. Бүгін сабақтан қойын онда 3 кітапқа. Рияның қанша түрі бар дедік жаңа? Жоқ. Әхлүд дуния, әхлүд дин, рияу әхлид дуния, рияу әхлид дин. Сен ақ қойдың ғой. Кім айтады екеуін қазақшасын әдемелеп? Иә, дүниелік риягершілік, ақиреттік риягершілік. Ал. Парыз амал орындау үстінде рия араласа ма, араласпай ма? Араласпайды деп кім айтты? Кім айтты араласпайды деп? Неден біреу араласпайды деді ғой?
Аға, сіз айттыңыз ба? Араласпайды деп кім айтты? Құлшылық үстінде деді. Құлшылыққа дейін рия болып есептеледі. Парызда құлшылықтың ішінде, құлшылық үстінде рия кірсе, ол риясы есептелмейді деді. Сауап, иә, сауап болмайды. Күфір болмайды да ол риясы. Рия не үшін болады? Не нәрседе болады? Біріншісі бастайын. 5 нәрсені айтқам жаңа. Денеде, киімде, бір адам 5-еуін айтып берсе берем. Сөзде, екі нәрсе қалды. Жоқ, ниетте жоқ. Амалда 4-шісі. 5-шісі жеңіл негізі. Бүкіл кітапта айтып келеді да, аяғында тыбы деп қояды да бүйтіп. Тағы басқалар. Бисмилла. Келесі жол тағы да Алла берсе ойнатамыз иншалла, егерде болсаңыздар. Аллах тағала пайдалы ілім берсін. Екі дүниеге пайдасы тиетін ілім берсін. Сол ілімдерімізге амал қылып, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп қылсын. Уахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил алямин.